Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұп-жұмсақ, дәмді әрі үлпілдек болып шығатын кондитерлік дүкендерден сатып алатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Егер сіз бұл рецептпен бір рет жасайтын болсаңыз, міндетті түрде қайталап жасайтын боласыз. Сол себептен видеоны өткізбей соңына дейін қараймыз. Ең алдымен ыдысқа 125 грамм жылы су, 5 грамм ашытқы және 1 шай қасық тұз салып, және 1,5 ас қасық қант салып, бұларды жақсылап араластырып, пищевая пленкамен орап, шетке қойып қоямыз. Келесі бір ыдысымызға 125 грамм жылы сүт және де ерітілген 40 грамм сары май, менде 72%, 1 жұмыртқа және оның үстіне 1 шай қасық толы майонез салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бір ескеретіні, осы аталған заттардың барлығы бөлме температурасында болуы керек. Ашытқы көтеріліп бетінде көпіктер пайда бола бастаған кезде жаңағы алдын ала дайындап қойған сүтімізді үстіне құйып, барлығын жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Ал осы аралықта ұнымызды електен өткізіп алып, оны бірнеше бөліктерге бөліп, жақсылап жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Менде барлығы жоғары сұрыптағы 500 грамм ұн кетті. Бастапқыда қамыр илеген кезде осылай венчикпен немесе шанышқымен араластырып алсаңыздар болады. Артынан осылай қолмен жақсылап илеп, ең қандырып, қамыр илеп шығасыздар. Одан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, жылы бір жерге жарты сағатқа қойып қоясыздар. Қыздар, мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жақсы көтеріліп ашыған. Енді бұны дастарханымызға жабыспас үшін ұн сеуіп, әдемі етіп жайып аламыз. Алдымен қолымызбен жазып алып, одан кейін артынан осылай оқтаудың көмегімен қатты жұқа етпей және қалың да болмайтындай орташа көлемде стаканмен осылай формочка жасап, бауырсақтың көлемін кесіп алатын боламыз. Сіздер бауырсаққа кез келген қалыпты берсеңіздер болады, 4-3 жасасаңыздар да әдемі болып шығады. Сондықтан да өз қалауларыңызды жасаңыздар. Мына жерде енді барлық бауырсақтарды жасап алғаннан кейін жылы жерге 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Сонда бауырсақтарымыз одан сайын жақсы ашып, топ-томалақ болып пісетін болады. Күнбағыс майын табамызға құйғаннан кейін оның үстіне осылай тоң май қосамыз. Тоң майды кейбір жерлерде кулинарный жир деп айтып жатады. Осыны қоссаңыздар, бауырсақтарыңыз майды өзінің бойына сіңірмей жақсы болып пісіп шығады. Май қызғаннан кейін бауырсақтарымызды салып, екі бетін қызарғанша пісіріп аламыз. Тоң майдың иісі, дәмі деген болмайды, сол үшін ол жағынан қорықпасаңыздар болады. Және де оттың астын алғашқыда қаттыға қойып қыздырып алғаннан кейін орташадан сәл төменге қойып, бауырсақтарымызды баяу отта пісіреміз. Өйткені қатты отта пісетін болса, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Бауырсақтардың осылай бір беті қызарып піскеннен кейін келесі бетіне ауыстырамыз. Және де сол кезде міндетті түрде оттың астын абайлаңыздар. Жаңағы мен айтқандай төмен дәрежеде болуы керек. Мінекей қыздар, санаулы уақыттың ішінде осындай дәмді, иісі мұрын жаратын, өзі жұп-жұмсақ болып пісіп шығатын бауырсақтарымыз дайын болды. Кез келген қонақтарыңызды, жақындарыңызды осындай дәмді аспен қуантсаңыздар болады. Мінекей қарасаңыздар, іші осындай қуыс болып, дәмді болып, әдемі болып шығады. Сіздер егер де осындай қазақша каналдың дамуына үлес қосамын десеңіздер, міндетті түрде подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп, және осы видеоны достарыңызбен бөлісіп лайк басуды ұмытпаңыздар.